Баршаңызға сәлем, сіздермен Анеля, және бүгін мен синабонның рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жылы сүтке қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Дрожжы қосып, тағы да араластырамыз. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Ары қарай сары майымызды, жұмыртқаны қосып, тағы араластырамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнымызға бөлек ыдыста тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін массамызға біртіндеп қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Осы уақытта синабонның начинкасын жасаймыз. Корицаға қантымызды қосып араластырамыз. Ал креміне келетін болса, қаймақ пен сахарный пудраны араластырамыз. Қамырымыз осындай күшті болып көтерілді. Видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта жайып, бетіне сары майымызды жағып, жаңағы салмамызды сеуіп шығамыз. Артынша рулетикке қалдырып орап, әдемі кесілу үшін жіппен кесеміз. Мінекей осындай әдемі синабоны шықты. Табаға салып, духовкаға 180 градусқа 25 минутқа жібереміз. Мінекей дайын болды. Міндетті түрде суытып алу қажет, одан кейін бетіне кремін жағатын боламыз. Сондай аппетитный, достар, қараңыздаршы, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Шаймен ішкенге таптырмас десерт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.